Армысыз қазақ елі, бүгін біздің қонақта бәріңізге танымал, ащы шындықты ашық айтатын ақсақал қария Амалбек Қозыбақұлы Тжан. Аға, ассалауму алейкум. Алейкум ассалам. Сіз жиі келіп тұрасыз бағы бізге, басқа YouTube каналдарда сұхбатты айтып жүрсіз. Сіздің сұхбаттарынан кейін кейде шашымыз тік тұрады, сізде де шашымыз тік тұрады екен. Сол бәрін тыңдап жүрміз. Рахмет сізге аға. Өз атымнан айтарым, рахмет. Қазіргі заманда осы ақиқатқа, шындыққа басын бұрған адамдар аздау болып тұр. Оппозиция кейбіреулері өзінің саяси бір мақсаттарын қуып жүрген адамдар. Ал қарапайым халықты ойлап, халықтың мүддесін қорғайтын адамдар аздау. Енді біз өзіміз журналистикаға оқығаннан кейін, біз совет кезінде оқығанбыз ғой. Халықты қорғау ол біздің де жұмыс деп санаймыз. Өзімізде мен өзіме мақсат қойғам, ағарту жұмыс деп. Осы ағарту жұмыс жайында сізбен сөйлескенімді өте қуанып жүрмін. Ол предисловие болып тұр ғой аға енді. Енді бірінші сұрақ. Соңғы үкіметтің шешімдері 4 желтоқсаннан бастап ісіне енген, ол халықаралық трассаларда, республикалық жолда орта скорость деді ғой, средний скорость. Сонда соны өлшеп штраф бередік. Жалпы халық айтып тұр. 2 жыл болды жылап жүргеніне. Қазақстан емес, штрафстан болып кеттік деп. Сонда бұл не себепті істеп отырған? Қазақстанның жері үлкен жер. Сонда бір қаладан екінші қалаға да біз 60 километрмен жүретін жағдайға жеттік пе? Біріншіден, маған сондай жақсы баға берген үшін Асхатжан, көп рахмет саған. Мен бұл жерде жеке басымның бір күйін күйттейін деп өзім үшін бірдеме айтып жүрген азамат емеспін. Себебі мен биліктің де басында болдым. Жай қарапайым семьяда өстім. Өмірдің сонау ауылдың топырағына аунап жүріп өскен өмір мені осылай дұрыс өмір сүруге, дұрыс бақытта жүруге, дұрыс сөйлеуге, адал жүруге сондай баулап үйреткен. Ата-анамның да сол тәрбиесі солай болды. Мен ойламаймын, ол тек қана менің басымда емес, бүкіл ауылда өскен жастардың сол кездегі соғыстан кейінгі қиын замандағы тәрбиенің өзі адамды үлкен адамгершілікке, осындай өмірге түсінікпен қарайтын, ақта қараны қара деп тани білетін сондай үйретті. Барлық қазақтар солай деп ойлаймын мен енді. Ал енді қазіргі шын мәнісінде осы халық айтса қалт етпейді дейді ғой. Халықтың соншама азаптанып шулап жүргені әлбетте бәріміздің де жанымызға батады. Мен түсінбейтінім, осы біздің қазір билікке келген жастар келді ғой, жастарды алып келді, солар жұмыс істейді деп, солар халықтың осы әлеуметтік жағдай болсын, жалпы біздің мемлекеттің экономикасын көтереді, жалпы халыққа қызмет істейді деп келді ғой. Бірақ халыққа қызмет істеп жүрген біреуін көріп отырған жоқ. Бәрінің ойларында не екенін білмеймін, өмірі адамның басына кірмейтін бірдемелерді ойлап табады. Мысалға, қазір өзіңіз қараңызшы, жол қала болсын, дала болсын, әсіресе қалада да. Бізде қазір осы көп көшелерді жөндеп қойған, сол 60 километр шектеу қойып қойған. Бұл 60 километр деген кезінде совет үкіметі кезінен қалатқан ол дүние. Ол кезде бізде ескі Москвич болды, Москвич 12 деген 112. Жигули болды, ескі Волгалар болды. Олардың енді ең арғы скоросты былай жүргенде. Скоросты сөнекен оның былай несі, надежность этот несі, қалыпты олсы анша жеткіліксіз болған жоқ. Қазіргі мынау заманауи машиналардың тормоз беру, тоқтату, немесе скоростьқа келу деген, сіз өзіңіз байқамай да қаласыз, машинаңыздың 80-ге, 90-ға шығып кеткен. Сонда мен ойлаймын, осы тұрақты бұлар айтқандай 60-та жүру үшін сонда сен жолға емес, спидометрге қарайсың отырасың ба сонда? Или аяқты байлап қоятын сонда мүмкін ба онда? Это мүмкін емес қой ол. Сіз бірде
90-мен кетіп қаласыз, бірде 80-мен кетіп қаласыз. Егер үлкен трассада жүріп бара жатсаңыз. Трассада 120-140-пен жүреді ғой. Иә. Ал енді онсыз қалай сіз жетесіз? Біз Өзбекстан емес, Қырғызстан емес, біз Өзбекстанның өзі де үлкен мемлекет. Ал бізде бір жерден бір жерге бару үшін кейде 1000 шақырым, 2000 шақырым жүру керек. Сонда олар қай уақытта жетеді? Ешкім ойлап отқан ешкім жоқ. Егер өкімет шынымен халықты жақсы көретін болса, неге сол ақшаны ұрлай бергенше сол жолдарды жөндемейді? Сіз егер ар жағына келгенде, осы кейінгі 10 жылдың ішіндегі қаншама миллиардтаған, триллиондаған ақша кеткен, сіз жолдармен жүріп көріңізші, бетон жолдармен. Қисық, қотыр, шұғырға түсіп кетесіз, онсыз да сіз оны қатты кете алмайсыз. Себебі бір жерде болмаса, бір жерден жаңағы бір шұғыр пайда болады да, сіз ұшып кетесіз жаңағы келе жатып. Мен өзім онымен көрдім мынау Алматы мен Шымкенттің арасындағы жолды. Мысалы Эмиратта қаладағы жылдамдығы 100 километр, оған тағы да 25% қосады, 125 километр. Мен сонда болдым, сонда жүрдік. Бұл кептелісті азайтатын дүние ғой. Бізде себебі машиналар тез жүреді, тез қимылдайды. Сондықтан да бұның бәрін өзгерту керек. Бізде сол қатып қалған 60 километр, 40 километр деп қойған, оның бәрінің рахатын көріп жатқан ГАИ-дің қызметкерлері. Кезінде мына Бауыржан Байбек болды ғой. Ана Әл-Фараби көшесінде 60-қа дейін төмендетіп еді, бүкіл кептеліс басталды. Соны Бақытжан Сағынтаев келгенде, ол 80-ге дейін қайтадан көтерді. Бүкіл алматылықтар оған рахмет айтты. Бірақ көшені. Как будто сол бір үлкен бір ерлік жасаған сияқты. Бірақ біз қарасақ, көп жерде 40 бар. Әрине мына жаяу адамдардың жолы бар ғой, пешеходный дорожка дейді ғой. Соның алдында 40 деп, ол дұрыс шығар. Оның алдында алдын ала жылдамдықты тоқтатып, азайтып кіру керек. Енді ең бірінші мен айтар едім, бізде көп айдаушылар, жүргізушілер жаңағы өздеріне мынау куәлікті сатып алған, оқымай. Көпшілігі солай. Қазір енді оқытып жатыр ғой, мүмкіндігінше де. Вот міне мәселе ода да көп нәрсе жатыр. Көбісі мынау жолдың ережесін көп біле бермейтін азаматтар, әсіресе әйел балалар. Үшінші қатарда кетіп баратып, бірінші қатарға ауыса салады ол. Жаңағы поворот бұрылатын лампысында сигналды жақпайды, солай қалай болса солай. Сондықтан ең бірінші мынау жүргізушілердің сауаттылығын арттыру керек. Ол бір. Екінші, жол осы қазіргі заманауи машиналар жүруге лайықты болу керек. Қаланың ішінде болсын. Неге біз 60-қа қатып қалдық? Неге 70 қоспаймыз? Онда цифр жоқ па 70 деген? Соның өзі 10 километр қосқаның өзінде мына кептелуіңіз кемінде 5-10%-ке пайызға азаяды. Қалада 80-мен жүру деген ол, айтып отырмын ғой, машинамен жай ғана ішін жүріп, қазір бәрі жылдамдық бас ғой, 160 километр қойып қойған, оған 80 километрмен жүру деген, ол сіз газды баспай-ақ өзімен өзі сол керектіңізді кете бересіз. Сондықтан әрбір қателік үшін адам ол не емес қой, робот емес қой, адам ғой ол. Ол адам. Сондықтан ол ой басқаша болып кетеді, кейде тағы бір жақ асығады, әртүрлі жағдай болады өмірде. Ал соны сен сол мына жерден 60-мен баруың керек, ана жақтан 60-тан шығуың керек, или 90-мен барып 90-нан шығуың керек деп трассаға барғанда. Онда анау үлкен бір жақтама жүретін трасса не үшін істелінді оның бәрі? Ол керісінше жылдамдықпен жүретін скорость болу керек қой. Мысалға, Германияның жолдары қандай керемет. Автобандарын барсаңыз, мына стақанға су құйып қойсаңыз, суыңыз қимылдамайды. Солай ғой, суыңыз шашылмайсыз баратын жеріңізге. Өрде керісінше жылдамдықты жай жүрсең штраф төлейсің. Себебі сен кептеліс ұйымдастырасың. Бізде бәрі керісінше. Біздегі мемлекеттің қай саласын, қандай жұмысын қарағын, бізде анау аяқпен жүрмейді, баспен жүреді. Аяқ төбеде, баспен жүреді. Мынау да сондай тірлік. Қазір енді осы штрафтың бәр осы жүргізушілердің транспорттың айналасында, машиналардың айналасында. Сонда бюджетте ақша жетпей тұр ма? Бюджет, во-первых, бір жерде екі жағы ғой. Егер бюджетке келетін болсақ, мен енді бәрібір бір темадан бір темаға ауысуға тура келеді да. Мысалы үшін қазір көріп отырсыз ғой, мынау бізде фондтан, біз оны ұлттық фондтан, болашаққа қалсын, болашаққа қажет болады, бір қиын жағдай болып қалса, сол қолданамыз деген ақшадан әр кезде фондтан бәленбай миллиардтап тұрып банкіге салады. Банкіге салады. Енді ол банкінің бәрі жеке.
менде просто Жекеменшік. Жекеменшіктің банкісіне салады. Ол қалай? Мен осы сұрақтарға түсінбеймін. Мүмкін біздер басқаша тәрбие көріп пе, бізді оқытпаған ба білмеймін. Енді ары қарай қазір ешкімге керек емес проекттер жасайды. Өткен жолы Атамқұлов Ерлан Елмедиядан сөйледі. Өте дұрыс айтып отыр. Мысалға жасайды бір прорывной проект деген сөзді үйреніп алған. Ол мына президенттің құлағына жақсы естіледі да, прорывной деп. Сөйтіп құлағына тебеді олар президенттің лапшаны іліп қояды да, айтады, мінекей мынандай керек емес ол темір жолдың дейді. Мысалы үшін бір жерінде ең бір осы жанып тұрған жерсе бар, соған ғана жасайтын заман ғой, себебі ақша жетпей жатыр, әлеуметтік ненің бәрі сыртта қалып жатыр, бәрі ақша жетіспейді. Сонда ақша жетіспегендегі үкімет былай төтенше жағдайда қалай болса солай жұмыс істеу керек қой. Ең бір керек, осы жерде мына темір жолды салмасақ болмайды десе, ол дұрыс. Соның бәрі соның өзінде есептеп берді отырып. Мысалы үшін бір километр жерге $2,5 миллион орнына $4,5 миллион салып қойған. Значит, әр проекттің астында 50% қалтаға кетіп жатыр. Ол ашық әңгіме ол. Мен де соны айтамын, мен сол екенін білемін мен. Біз енді жерде аспаннан салбырап түскеніміз жоқ қой. Сонда өздеріне де, оларды тексеріп жүрген органдарға да жететіндей. Қазір ұрлау деген бұрынғы кезде, енді қалай болғанда да мен айтайын. Нұрсұлтан Әбішевтің уақытында кішкене қорқу болатын еді. Ұрлықтаушылар да жетеді, коррупция да жеткілікті болды. Бірақ әйтеуір кейбір азаматтар, мынау шеттен қосылатындар аяғын тартатын еді. Қазір ешкімнен қорықпайды. Қазір қалай болса солай, кім не істеп отқанын білмейсіз. Себебі билік тіптен халықтан бөлініп кетті, халық өз алдына қалды. Ол сонда мына сіздің сөзінен қарағанда біздің қоғамға, біздің мемлекетке, біздің халыққа мына қатал, қатыгез президент керек пе? Өйткені демократ бәрін босып жіберсе, осындай ұрлық басып кетеді, ешкім қорықпайды, чиновниктер коррупционер, солай болып тұр ғой. Асхат, мен оған қосылмаймын. Жаңа қатаң, қатыгез деген сөзге. Әңгіме бәрі заңменен реттелу керек. Заң қатаң болу керек. Әр адам сол заңның шеңберінде істеген ісіне тікелей жауап беру керек. Заң бар, бәрі бар. Ал енді соны істететін кім? Мен емес қой, сіз де емессіз. Біз оны айтып жатырмыз. Бірақ тыңдайтын құлақ жоқ қой. Естетін мемлекет құрамыз деді. 5 жыл болды сол әңгімені айтып келатқанына. 5 жыл. Ал ол қане естетін ел? Ешқандай. Мынау сот жүйесінде еш нәрсені шешіп болмайды. Өткен жолда бір айттым ғой, енді сұрақтың бәрі бір-біріне араласып жатқан екен, жоқ қайталап айтуға тура келеді. Мысалға, өткен жолы депутаттардың өздері айтып отыр, бізге түсетін арыздың 80% ол сот жүйесіне наразылық білдіреді халық. Сондықтан демократия не? Егер біз, мысалға, мен сізге айтайын, қай уақытта жаңа сіз айтқан нәрсе болмайды, қатаңның. Қай кезде бәрін заңмен реттелінеді, шектеледі. Екінші мәселе демократиялық болу керек. Мысалы үшін сот жүйесіне реформа керек. Ал реформа жасаса қалай жасайды? Соттың төрағасына тапсырады, сол реформа жасайды. Кешіресіз, енді ол өз соның ішінен жаңағы тамақ жеп жүрген адам, ол өзінің тамағын пробка тығып қоймайды ғой. Ол жемсаулар көп қой қазір, білдіңіз ба? Қанша жесе де тоймайды. Сондықтан ол бір-ақ нәрсенің басын айтып отырмын. Сол сияқты білімде де өткен жол білім туралы да айттым мен. Қанша реформа болды, мысалға, міне 16-17 министр ауысты, келгеннің бәрі реформатор. Өмірінде бір күн мұғалім болып істемегендер де реформатор. Бізде солай ғой, келгендердің бәрі ақылды, данышпан. Ал енді сол саланың майын ішкен жаңағы әбден бастан аяғын, жұмысшыдан бастап, сонда бір көп қызметке істеген не бір азаматтар жүр. Әлі жасы жетпеген, жасы болса да әлі осы халыққа қызмет істеуге шамасы бар азаматтардың. Олардың бәрі сыртта жүр. Кілең бір күн жұмыс істемеген, шетелде оқылды деп алып келіп отырғызып қояды. Ол не шетелде оған осы жұмыс, ол әр жұмыстың өзінің, ол тек оқумен ғана емес, ал соның бәрін көре тәжірибемен келетін нәрселер көп қой. Сондықтан да мен осы мәселені бәрін реттемейінше, ол бізде ол еш уақытта тәртіп болмайды. Ал оны істеу үшін әлбетте ол бізде енді мемлекет білесіз ғой,
біз президенттік мемлекет болғаннан кейін сол сөздің өзі бір-ақ адамды жауапкершілікке шақырады, бір-ақ адамның қолында бәрі. Сол қалай істеп, қалай реттеймін десе, солай болады. Мен оған ешқандай күмәнім жоқ. Мысалы үшін қазіргі президент осылай. Енді өткен жолда бұл енді анау айта алтайды Жамал апай қартайды деп айта алмай, шын мәнісінде мен барлықты айтамын. Да, мысалы үшін осы Қасым-Жомарт Кемелұлы туралы. Бұл кісі өмір бойы сыртта жүрді ғой. Солай ғой. Сыртқы істер министрі болғаннан кейін демократияның қалай дамып жатқаны, автократияның қалай дамып жатқанын бәрі жақсы біледі. Біз соның ортасында өстік автократиядан. Бірақ демократия елдерде. Сондықтан соның бәрін қолданып істеу керек қой, жақсылықтың бәрін. Біздер не болса соны алып жаңағы қолданғымыз келеді. Халыққа жайлы, халықпен ақылдасып, ортаға салып, ашық түрде талқылап барып, бір жұмыс істеуге ешкімнің батылы бармайды. Мысалға кеше ана Склярдың бір протоколіне жаңағы жасаған шешіміне жұрттың бәрі деген шаштары тікіреп жатыр. Жаңа өзің айтқандай, менің де төбеме шаш шығып кетті сол кезде. Соны естіген кезде. Ол рас ол. Мен өткен жолда айтып едім. Себебі ол басқаша түсіну мүмкін емес. Енді ол қалай? Жаңағы Лаврентьев кімнің Смағұловтың олар жеке. Екеуі де, ол да мен сияқты, мен сіз сияқты. Солай ғой. Жеке меншік. Жеке меншік. Олар мысалға жаңағы машиналарды ешқандай несіз жаңағы налогтардың 5 түрмі, 6 түрмі бар ғой, оның бәрін естіп жатпайын, оның бәрі соның бәрі. Солардың ешкім төлемей алып келе алады машинаны, ол жаңағы ұсталған машина болсын, жаңа машина болсын, сөйтеді оны бір жаңағы 50-60%-ке дейін өздері қосып сатады сізбен бізге. Ал егер мен барып машина алып келем десем, мен бірақ машина алып келуге мүмкіндігім бар. Ол машинаға сен ешкімді мінгізбеуің керек. Менің туысқандарым бір жаққа барам десе, или бір ағайындарды алып, бір қазақ болғаннан кейін өлген жеткен болады. Әр нәрсе болады. Мысалы үшін мен Шымкентте ағайындарым. Сол жаққа барып келіп, біреу мінгізбесем, сонда мен ұстап алып айтады ғой, мынауың сенің фамилияңды жоқ деп. Сонда қалай? Бұл масқара ғой енді. Мен бұларды мен өз отбасымды машинеге отырғыза алмаймын ба не? Тек отбасыңызды ғана отырғызасыз, басқа ешкімді отырғыза алмайсыз, басқаларды. Ол себебі жоқ, отбасы болғанда туысқандарым бар, балдыздарым бар, қайын жұрт бар, өз балдыздарыңыз велосипедпен жүру керек. Енді мен айтып отырмын ғой, қазіргі өкіметтің шешіміне менің ешқандай қанша ойланып, қанша біз енді жігіттермен араласамыз, біз қатар жұмыс істеген азаматтар бар сол кезде. Бір адам түсінбейді, мен де түсінбеймін. Әдейі істеп отыр ма? Әдейі істеп отыр ғой осының бәрі де. Әйтпесем Скляр деген кім бол? Мен ойлаймын, үкімет әдейі істеп отыр, мына бүкіл халық ана Тоқаевқа, ей Тоқаев қайда қарап отырсың, Тоқаев осындай деп, Тоқаевқа тіл тигізіп отыр ғой. Дұрыс қой. Бірақ енді ол тіл тигізгенмен президенттің енді бәрібір жауапкершілік сол кісіде. Қалай болғанда да. Айтады ғой, Тоқаевтың басында мынау болды, рас қой. Қазіргі мынау күн мен түндің жасаған тірлік енді бұл масқара ғой енді. Бұл адамның бұда оғымына кірмейді. Сағат 4-те қараңғы басталады. Бұл электр энергияның эконом емес, керісінше электр энергияның бәрі 1 миллиард киловатт час кешке. Одан көп жасай бастады. 1 миллиард емес, ол одан да көп. Оның бәрі білесіз қалай істейді. Себебі жұмыстың бәрі таңертең азанда істемейді, кешке жасалынады ғой. Сіз 4-тен бастап қараңғы. Уже барлық жерде светті жағасыз. Қандай жұмыс жасаңыз да уже бұрынғыдан 2 есе, 3 есе көп кетіп жатыр светтің бәрі. Енді осыны қалай түсінесіз? Сен балаларға екінші сменде оқитын балалар. Қай заманда болсын. Қараңыз, қазіргі мына жағдайда балдар сағат 6-та егер жеке мысалы мен жекеде тұрамын да. Мен егер жұмыстан сағат 6-та шықсам, үйге қап-қараңғы болады. Үйге барып кешке бір кейде бір огородта, немесе жаңа бақта, тағы бірдеме үйде жұмыс істегім келеді ғой. Сонда қалай жұмыс істейсіз? Үйіңіздің бәріне жарық жағып қоятын мүмкіндік жоқ қой, мысалы үшін учаскеңіздің бәріне жаңа. Сонда мен осының бәрі, енді оны да президент мырза көріп отыр ғой. Бір-ақ ауыз мыналарың не деп, бір-ақ ауыз сөз ғой айту керек. Сендер қандай мынаны немен? Олардың дәлелдерін көрсеңіз, енді өткен жылы мен тыңдадым. Депутаттың ба? Депутат емес, жаңағы министрлердің дәлелдеген дәлелдеріне қарап отырып айтам, қандай ақылды бұлар қаяқтан шыққан? Қандай шеше туған деп ойлаймын да, қандай ана туған сондайлардың бәрін. Өз халқын өзі мыжып, халықтың жаңағы шекқарын ақтарып жатқан
министрлер қалай ол ел болып біз қалыптасамыз? халықтың қарғысына кетеді ғой олар. Қарғыс, ол қарғыс деген бұл бәрібір қайтып келеді. Ал енді осылардың бәрін қарап отырып ойлаймын да, осы мына желтоқсан келе жатыр ғой, бізде желтоқсан өзі сондай бір жаңағы әбден баяғы 86 жылдан бері қарай атышулы не ғой енді, барлық кезде өткен жолға недегі Әсіресе Жаңаөзеннен кейін. Жаңаөзендегі қырғында сол желтоқсанда болды, 86 жылда желтоқсанда болды, бәрі бізде желтоқсанда болады. Мынау қазіргі істеп отырған осы биліктің осыны көріп тұрып жасап отырған тірлігінің бәрі сол желтоқсанда халық шықсын деп отыр. Халық деген қазір кәдімгі пружина ұқсап отыр. Қандай жастармен сөйлесеңіз, мына машинасы барлардың өзі көшеге шығатын болса, оның бәрі 1 миллион адам шығады. Кемінде мына Алматы қаласында 400 мың, 500 мың адам көшеге шығады. Сол қажет па? Сонда неге сарапқа салмайды? Бізде бәрі жасырынды ғой. Бәрі жаңағы қараңғы тамдарда шешіледі, көлеңкелі тамда шешіледі, халыққа береді. Біз халық, сондай ғой, біздің халық деген әбден көміс болған. Біз бұрында құл болғанбыз, енді өз елімізге өзіміз құл болып отырмыз қазір. Бұрын бізде құл, жаңағы Ресей, Москваға құл болсақ, одан бір осы 300 жыл бұрын, 300 жылдан бері қарай. А енді қазір өз еліміздегі билікке өзіміз құл болып отырған халық. Мен басқаша айта алмаймын, баға бере алмаймын. Мінекей, сондықтан да халықтың засы келіп отырған тірліктің бәрі осының айналасында, қай жағынан болсын. Халық қашанға дейін оның бәрін шыдайды? Енді сол ең қауіпті нәрсе сол. Біліңіз ба? Әбден ашынған халық, аш халық, әбден біткеннен кейін адамға ешнәрсеге қарамайды сол. Ол өлгеніне де қарамайды, жаңағы ешнәрсеге қарамайды. Себебі ол өзі көзі соқыр болады, оның бәрі көзінің шел басылады, себебі іштегі қайнап шыға береді, бір күн жарылады ғой. Енді өзіңіз енді жаңағы котелді мысалы үшін отты жаға берсеңіз, ішінде құры су ішінде қайнай берсе білесіз ғой сені. Бұл әңгімені мына штрафтан бастадық. Неге мен сізге түсіндірейін. Жақында ғана 1 жұма бұрын мен Астанада болғам. Сол кезде бір туысқанымыз қайтыс болып, мен түнде көлікпен Астанадан Алматыға шығып кеттім. Бірақ айтайын, сіз айтасыз ғой, Шымкент жақта жол жаман деп. Мына Астана мен Алматының жолы керемет жасап қойыпты. Бір жерде ғана мына съезд бар, басқа жер бір керемет, жап-жаңа жол жақсы. Мен 12 сағатта жеттім. Астанадан Алматыға дейін 1200 километр, 12 сағатта жеттім. Демек, 140, 150 мен, кейде 120 мен сүріп жүрдік. Бірақ сізге байқағаным айтайын. Мына интернетті қарасан, 110-120 рұқсат деп жазылып тұр. 110 километр рұқсат деп. Сол 110 мен келейін деген өзінде знак тұрады ғой. Кейде аяқ астынан айдалада, ешқандай қала, ешқандай мына ауыл жоқ, айдалада 70 деп тұрады, 90 деп тұрады. Сонда мен қарап қояйын, бір жерге басқа жол бар ма, мына қиылыс бар ма, не деп, ешқандай қиылыс жоқ. Трасса, бірақ аяқ астынан 70 деген тұрады. Енді сұрақ, біз заңды сақтайтын халық болайық. Қазір заң бойынша мына орташа жылдамдылықты өлшейтін болады. Сонда Астанадағы өкіметте отырған адамдар біле ме? По идее, мына трассаның аралығындағы жылдамдығы 110 километр деп қойып қойған. Олар біле ме? Ортасында 70, 90, тіпті 50 километр сағатына деп қойып қойған знактарды. Оны жергілікті облыстық, Қарағанды облысы, басқа Алматы облысы, Жамбыл облысы қойып қойған шығар, олардың жол полициясы. Оны біле ме? Сонда сол жылдамдықты есептегенде соған қарай ма? Өйткені мына жерде телефонда тугист деп қарайсыз ғой. Мен әнөгін келіп, Алматыға келіп, сосын Кеген ауданына бардым. Адам қайтыс болды деп ғой сөйлеп табғанда. Харгостың трассасына шықсам, жазып тұр, 110 деп тұр. Ары қарай 110 мен баратсам, 70 деп тұр. Тура сол жол. Сонда мен сұрақ, үкіметтегі, мен транс или жол полициясына сұрақ, қалай олар өлшейді? 70 өлшей ме? Өйткені знак тұр. Немесе үлкен жазып тұр, 110 деп. Сол мен түсінбей қалдым.
мейлі мен заң сақтаймын. Сонда мен Алматыдан Харьковскадан 110-мен жүрем бе, немесе қайта 70-90, қайтадан 110, қайтадан 70. Соны түсінбей тұрмын мен. Енді оны түсіну қиын, енді оны жасаған ақылды адамдар бар ғой. Бірақ мен сізге айтайын, бұл жерде екі мәселе. Мысалға, Астана мен Алматының арасы 1200 километр. Солай ғой? Иә. Ол 110-мен жүргенде сіз қанша сағат? 10 сағат жазса, 7 сағатта келдім дейсіз. Сіз 10 сағат жүруіңіз керек. 12 сағатта келдім. 12 сағат бұзбай жүрсеңіз ба? Жоқ, 110-мен жүрсем, оны мен 15-16 сағат па, 17 сағат жүрем. Солай. Көрдіңіз ба? Себебі қанша етқанмен ол жаңағы етпейді ғой. Сондықтан да ол трасса, оның қала мен қаланың ортасындағы жол, ол бір ереже. Ал енді мына қаланың ішінде, мысалға, қазір есептеу керек, қазіргі жаңа шыққан машиналардың жаңағы тоқтату жүйесі өте күшті. Солай ғой, сіз бас қылсаңыз сөзге тұрып қалады. Иә. Ол 70-80-мен жүрген машина көп болса білмеймін, оны испытать етіп көруге болады ғой. Мысалы үшін гаилер жұртты жинап алып, мінекей давай көріңдер, мынау 15 метрге барғанда зорға тоқтады. 20 метрде ол адамды қағып кетуі мүмкін, кіріп кетуі мүмкін деп. Ал олардың соны себебі жаңа, енді машинаның техникалық жағдайын тексеру, ол міндет бар ғой, енді техосмотр. Жоқ, олар айтып отыр ғой, мына соңғы жылда мына жол апатынан талай адамдар қайтыс болды, талай адам жарақаттанды деп. Ол авария көп болып жүрді. Жоқ, оның бәрі скоростан емес. Ол әшейін бір несі болуы ғана мүмкін. Оның бәрі бізде жай адамдарда, мысалы үшін мектепте жол қалай өту керек, оны сол мектепте беру керек сабақты. Балалар уже 4-ші класстың 5-ке өткен кейін 5-ші класстан кіргізіп, уже балалар есі кіріп қалған ғой. Сол кезде жолды қалай істеу керек. Мәселен, бәрі адамдардың өзінде де кейде болмайтын жерде кіріп кетеді. Көріп жүрсіз ғой, мен өзімде рөлде жүрем кейде. Мен білем ғой соның бәрі. Ол өз алдына мынау әрбір осыдай халықтардың жаңағы осы жол ережесіне байланысты сауаттылығын ол мектепте беру керек. Ол мектепті бітірген кезде қолына права алып шығу керек. Соның бәрі жол ережесін біледі солай. Себебі бәрі машинамен байланысты. Бүгін болмаса ертең айтты. Солай ғой. Мектепті 11-ші жылда бітірді ма, уже 17-18 жасар қолына права беру керек. Себебі ол оқып, әбден сөйледік, экзамен есебін өткізу керек. Ол рас, ол халыққа керек нәрсе, оны кейін біз неге оны жасамасқа? Оның қандай қиындығы бар? Оқу үшін көп болса, бір-ақ жыл уақыт керек. Мысалы үшін да жаңағы оны мына бала кезден жүруді үйретсе, содан кейін оқып бітірер кезде тағы да бір айлық курс есебінде әлі 1.90-ға соны оқытып, сөйлем экзамен аттестовать етіп шықса бітті ғой, оның бәрін. Проблема жоқ. Ол өз алдына. Машиналардың жаңағы несі. Содан кейін жолды біздің Алматыны қараңыз. Алматыда әп-әдемі жолды, бір жолдар бар, жылда жөндейді. Иә. Мен білмеймін оның қандай құпиясы бар екенін. Ол бюджетті тонау ғой. Жоқ, соны айтып отырмын ғой. Соны. Оны қарап атқан кім бар? Ешкім жоқ. Ақша табудың ең үлкен несін жолы коррупцияның. Мәслихаттың отырысында оны бюджет тіркегенде соны қол қойып, сонда әкім де, депутаттар жауапты. Оның бәрін тексеретін прокуратура тексерсін. Не себепте мына депутаттар қайта қол көтереді, оны бекітеді бәрін. Мен сізге айтайын. Біздің елде еш уақытта тәртіп болмайды. Біз шынайы сайлау өткізбейінше. Бітті. Мысалы үшін қалалық депутаттар әкіммен келісілмей бірде адам депутат болып сайланамайды. Ол сіз аспанға ұшып кетіңіз, сіз алтын адам болыңыз, кіргізбейді. Арасына жаңағы бапи сияқты бір-екеулерді кіргізіп қояды былай да, о да сол списке кірген, оның қандай немен кіргенін мен примерно білем сырт жағынан. Ол енді менің шаруам емес, бірақ сол сияқты 2-3 адам кіреді былай жалпы, бірақ бәрі шектеулі. Сондықтан қай уақытта шынайы сайлау болады, кім өзінің халық сайлайды, сондықтан халық одан талап етуге толық мүмкіндігі бар. Бізде бәрі формальды түрде өтеді, сондықтан да ол сондықтан депутатың болсын, бәрін сайлау, тағы да айтатым сайлау. Сайлау болғаннан кейін уже халықтың алдында жоқ. Жаңағы соттарды да солай ғой. Айтпасам, мен өткен жолда айттым, соттарды кінәлаудың өзі дұрыс емес, мысалы үшін да. Себебі жүйе солай. Ол жүйеде. Кеше жүр ғой, мами жүр ғой, жаңағы анау кімнің Бергейдің алдындағы отчеты жаңағы, неді, Лондондағы. Айтады ғой, маған басшылар айтты дейді, ол президентке көрсетіп отыр. Сол маған тапсырғаннан кейін мен сол шешім қабылдадым дейді, ананы құрттым деп бәрін айтып отыр. Сонда ол қандай ол төраға ол? Кім ол сондай? Оған кім сондай мүмкіндік берді ол жерде отырып
ана жоғарыдан айтты деп сол біреудің тағдырын шешуге. Біреудің адамның тағдыры деген. Ол қасірет, қиянат, сен кім болсың ол бол, қандай қызмет істеу. Шаман келмесе тастап кет ол қызметті айтқан. Вот. Сондықтан да енді ол сол Назарбаев кезіндегі жүйедегі қалыптасқан нәрсе ғой. Ол Мамин болсын, Маминнің орнына тағы да басқа бір фамилияны айтсаңыз, ол бәріне қатысты. Соны айтып отырмын ғой, жүйе. Прокуратура, сот жүйесі болсын, басқа болсын. Жүйені реттеу керек, жүйені. Вот мәселе сол жүйелі жұмыс болмайынша еш уақытта жүйе өзгере ме? Өйткені жүйе өз-өзін сақтау үшін ол қарсы шығады. Тек қана бұйрықпен емес, әрбір ана ауылдық, аудандық әкімшілікте істейтін шенеунік өзі қорғау үшін қарсы істейді. Ешқандай бұйрық алмай-ақ. Әске, сен сондай көп адамдармен араласасың, интервью аласың, көп нәрсені көрдің, өзіңде қызмет істедің, бірақ сондай бір орысша айтқанда бір наивный адам ұқсап сөйлейсің. Мысалы үшін мен сізге айтайын. Маған ренжима, күреседі ғой. Мен сізге айтайын. Жоқ. Егер заң бар, әр қатарда заңның бәрі реттеліп отырса, содан кейін Америкада қалай? Американың мысалы үшін губернаторына кірудің керегі жоқ. Солай ғой. Губернаторына кірудің керегі жоқ, себебі барлық мәселені институттар бар. Әр бағытқа байланысты сол институттарда бәрі жазылып қойған. Қазір енді уже телефонмен шеше бересіз. Бұл бізде де уже басталды ғой кейбір нәрселер. Мысалы, сол сияқты ешқандай қажеттілігі жоқ. Бізде бір жерден туалетке жер алғыңыз келсе, әкімге кіріп соның басып бару керек, соған или айналасындағы бірдеме беру керек. Осының бәрін тоқтату керек. Білдіңіз ба? Ал енді сол заңның бәрін реттегеннен кейін бір-ақ адам бар бізде. Тағы да айтамын мен. Ол президент. Сол ақ десе ақ болады, қара десе қара болады. Қатаң талап ету керек. Заңның шеңберінде. Жеке басының не байланысты емес, заңның шеңберінде талап ету керек. Кім істемейді? Жоқ ондай адам. Мен сізге айтайын. Жоқ. Мен қызмет істеген адам, бір облысты басқардым. Мен білем, что егер сенің өзің қисық болсаң, балық басынан шірейді дейді ғой. Басы дұрыс болса, тірлік болады, болмаса ештеме болмайды. Кім болса болсын. Білдіңіз ба? Мен соның бәрін өткен адаммын. Сондықтан айтып отырмын. Тәртіптің бәрі, өзің қолың таза ма? Таза боласың. Егер сен өзің бірдемеге ілігетін болсаң, жұрттың бәрі ақымақ емес, бәрі біледі. Біледі сенің де сонда жаңағы тірлік істеп жатқандарыңды. Сондықтан олар арға жалғастыра береді. Сондықтан бізде мемлекетті кәдімгі осындай зайырлы мемлекеттер бар ғой кәдімгі. Өмір сүріп жатыр олар ешкім емес. Мысалы үшін Оңтүстік Корея, да? Кеше көріп отырсыз ғой, мінекей. Президенті кезінде 20 миллион алған үшін бұрынғы бір президент, соны бір 20-25 жылға соттап жүрді. Солай ғой. А бізде миллиардта 1 миллион деген, бізде оны санамайды, миллион деген қазір жоқ. Оған уже рұқсат беріп қойған ғой, жаңағы 100 миллионға дейін ұрлауға деп, уже биліктің рұқсат берген. А оларда бізде миллиардта, ешкім кім жауап беріп жатыр? Ешкім жауап беріп жатқан жоқ. Әшейін сәл мына билікке қарап сөйледі деп, майда шыдаларды соларды ұстайды, соларды қамайды, сонымен сол ойыншық қылып соны күтіп отыр. Ода қарапайым халық. Бейшара. Ол адамдар өзінің пікірі бар, таза ой бар адам. Сіз бұрында маған да басқа сұхбатта да осы сынды айта бересіз. Мен басқа жолды білмеймін мен. Басқа жол білмейсіз, бірақ мен басқа жолды білмеймін мен. Үміт бар ма? Әлде сіз сөйлейсіз, мен сөйлеймін, басқалар сөйлейді, басқа біреуге митингке шығады, нетеді. Ал орыста айтады ғой, Васька слушает, да ест деп. Сонда жүйе өзгермейді, құқық сақтайтын органдар өзгермейді, сот жүйесі өзгермейді, әйтеуір бәрі бұрынғыдай істеп жатыр. Сонда ешқандай үміт жоқ па? Жастар сол үшін кетіп жатыр ғой. Дұрыс қой, жеке-жеке адамға тас лақтырдан аулақпын, мысалға да. Просто рет келгеннен кейін айтып жатқаным ғой, жаңағыдай солай деп та. Бірақ бізге вообще президент болсын, әкім болсын, министр болсын, қандай болу керек? Ол, во-первых, өзінің ұлтын сүйетін адам болу керек. Өзінің ұлттық негізі бар, ұлттық намысы бар. Елім, жерім деп. Мен елім үшін жан пида деген сөз бар. Рас сен билікті қолың алдың ба, халықтың алдында жауапкершілікті алу керек, айту керек. Мінекей, мен бірдеме істесем, сайлануға түскенде соның бәрі болу керек. Біз сайлаудан қорқамыз. Сайлаудан қорқудың керегі жоқ. Халық, айттым ғой, мен постоянно айтамын, мен бұдан артық айтатын сөзім жоқ. Халық бір рет қателесуі мүмкін адам туралы, 2 рет, 3 рет ешкім қателеспейді. Әркім өлетін жерін біледі. Ол халық түсінеді, осылар Асқат сияқтыларды сайлатсақ, ертең бәле болады, мына тышанықтың керегі жоқ. Давайте бұның орнына біз басқаны өздері-ақ сайлап алады. Содан кейін
мына жақта естесің, бәрі бір-біріне келіп отыр ғой. Бәрі тазалықта. Білдіңіз ба? Мен енді айтатын әңгіме көп бұл жерде. Қазіргі болып жатқан ұрлықтардың, фамилиялардың бәрін жабыстырып, мына TikTok'та ашып жүрсеңіз біле бересіз. Сондықтан да айтып отырмын ғой, балық басынан шірейді деген сөздің мағынасына мен тоқтаймын. Сол негізгі мен айтатын сөзім сол. Білдіңіз ба? Қараңыз, Қай қызмет болмасын. саяси жағынан мысалға президент айтып тұрсыз ғой, президент қатаң болу керек, демек бәріне президент жауап беру керек деп айтып отыр. Дұрыс айтып отырсыз. Бірақ қоғамдағы әлеуметтік желідегі сындар көбейіп баратыр. Тоқаев қайтады, неге қайда қарап отырсың деп, неге үкімет халықты тонап отыр деп, тіпті мына Ресей мен Қытайға бүкіл халықтың байлығы кетіп жатыр деп, соның бәрі айтып жатыр халық. Өзгеріс жоқ. Сонда қандай шешім? Біз қаңтарды көрдік. Егер революция десе, ой, заң бұзды деп, сразу келеді де, сені КНБ болсын, МВД болсын, бәрі келіп, іс ашады да, сені соттайды. Солай ғой. Оны шақыруға да ол заңды бұзу дегендей. Ал эволюция жолымен жүрсе, ол жүйе, бұрынғы жүйе, ол қарсы шығады. Ол эволюцияның жолын бергізбейді оған. Жоқ, Асеке. Сіз сонда қай жолда айтып тұрсыз? Сіздің де осы. Бұлай істесе болмайды, бұлай болмайды дегенді мен түсінбеймін. Мемлекетте ол майда-шүйда коррупция болуы мүмкін. Барлық жерде, Қытайда да бар, солай емес пе? Мына қандай тәртіп, басын кесіп алады Қытайда. Солай ғой? Атады бәрін. Атып отырмын ғой, от түзеліп отырғызып қойып, шекесінен атып отыр, көрсетіп отыр ғой соның бәрін. Ол қандай мемлекет? Қытайда 1,5 миллиард халықтың ішінде әр нәрсе болады. Біз айландырған 20, біз бір-бірімізді танитын халықпыз. Солай ғой? Бәленше фамилиясы. Ал осы халыққа бар жоғы, өзіңіз қараңыз. Мүмкін 1000 сіз мені қараңыз. Парақорды атсақ, бәрі түзеледі шығар. Қараңыз. Әңгіме атуды емес. Атудың қажеті не, ол адамның өмірін қиып. Бірақ тәртіпке келтіруге болады. Мен сізге тағы да айтамын. Білдің ба, мен енді қай жолмен айтыңызшы енді? Вот жол, мысалға мені қараңыз. Эмират қасымыздағы, иә? Эмират. Біз қазақ халқы. Сол арабтардан неміз кем? Айтыңызшы, қандай жеріміз кем? Басымыз істемей ма? Жоқ, біліміміз жетіспей ма? Біз оларға қарағанда қайда білімді халықпыз. Мен оны айтып жүрмін, тағы да қайталап айтамын. Себебі біздің қанымыз таза, біздің ата-бабаларымыз жеті жарғы арқылы мына кезінде бұрынғы заңменен жеті атаға дейін қыз алыспау деген сөздің философиясы өте терең. Міне сондықтан да біздің жастар көріңізші, жап-жас қыздарымыз шахматтан бүкіл әлемді жаулап алып жатыр. Басқа да қай саладан болмасын да. Мен сізге айтайын қай жерім кем екенін. Иә, вот сондықтан да біз кемді мен айтамын, білемін оның бәрі жақсы, мен ішінде жүрмін ғой соның бәрінде. Сондықтан да бізге ең бірінші сайлау керек. Сайлау таза өту керек. Ең бірінші сайлау заңын өзгерту керек. Мен өткен жолда айттым, тағы да қайталап айтамын. Сайлау заңы конституция сияқты болу керек. Аға, мен сізге толық қолдаймын. Бірақ сіз түсініңіз, жүйе, ескі жүйе қарсы шығады. Ол таза әділет сайлауға қарсы шығады. Кім? Жүйе. Қашан шықты? Сіз жасап отырсаңыз, жасап. Жоқ, қанша өтіп жатыр ғой сіз. Оның бәрі қарсы. Маған бір участок беріңізші. Жүйе сақталып тұр. Бұрынғы жүйе орында тұр. Маған да осы Алматы қаласы или Шымкенттің бір кішірек соған маған қызметке беріңіздер. Маған, мен сізге айтайын да, мен сөрді, мен 81 келдім, мен денсаулығым жақсы, мен талай жұмыс істеуге шамам келеді мен, Құдайға шүкір. Талайынан 10 есе денсаулығым жақсы мен. Олардың істегені 10 есе артық істей аламын. Давайте эксперимент жасайық. Маған осы Алматы қаласын берсін маған. Көп емес, маған 1 жылға. Сонда Алматы қаласы сіз сайлау өткізгенде сайлау комиссиясына бағынбайды ғой. Тоқтаңыз. Ол Астанаға бағынады. Жоқ, қаяққа бағын, сонда бағынсын. Бірақ мен енді өз территорияма өзім жауап беруім керек қой. Мен мысалы мен осы жерге тағайындағаннан кейін мен жауаптымын ғой жерде бәріне. Ішкеніне де, басқасына да несі соның бәріне мен жауаптымын. Қалай жұмыс істеу керектің жолын мен түсіндіріп беремін. Мысалы бір неде интервьюде мен анау көрдіңіз ба, біз қазақ пен орыстың ортасында өсіп та, кейде өзіміздің таза, мен қазақша мектепте отырмын ғой. Біз содан өзіміздің айталатын кейбір жақсы сөздерді ұмытып қаламыз, шын айтқанда да. Менің ең үлкен кемістігім, мен оны сөйлем мойындаймын анау айтар кезде. Сондықтан да бұның бәрін бір-біріне байланыстыру керек. Ол демократиялық деген сөздің өте мағынасы зор. Мен сізге бір нәрсе айтайын. Мен қалада әкім болып жүрген кезде,
мен жоғарғы кеңестің депутаты болдым. Қаншама мен мәселе шештім. Небір директорлер, ана фосфорный завод, нефтьперегаз директорлердің бәрі менің приемымда отыратын. Сұраңыз менімен бірге қызмет істегендердің бәрінен. Себебі неде? Мен еще жоғарғы кеңестің депутаты болдым. Көрдіңіз бе? Халық сайлаған депутат болдым. Менің полномочиям бұл өте жоғары болды. Мен сізге айтайын, мен оны кітапта жаздым, мен сіз бір момент түсіндірейін. Мен не аппарат президент білмейді, не өкімет білмейді, даже менің басшым отырған облыстың несі, басшысы, әкімі Марс Фазылович білмейді. Бүкіл облыстың орталықтары бар ғой. Солардың әкімдерін шақырып мен жиналыс өткізгем. Өзім. Соны кейін естіп, кейін келді Марс Фазылович сол жиналысқа қатысты, сенің маған кейін істеген. Мен айтамын, енді сіз оған араласпайсыз ғой, мен қаланың жұмысы болды сөйтіп. Біз сөйтіп кеңес құрғанбыз. Сөйтіп марқұм анау Оразалиев бар ғой, ненің Шаймерден жасыл үлкен, олар менен бір жасыл үлкен. Соны біз президент қылып сайладық, сол әкімдердің президенті. Онда ой бірақ нәрсе, мен оны түсіндіру үшін уақыт керек та, білдіңіз ба? Біздер, мен союз промышленности, мен басында мен түсінгем жоқ, мысалы үшін да, қайда баратырмыз, не? Менің ойым әлі баяғы советтік жүйе, мына заводтың біреуі қирап қалмасын, осылар сақтап қалайық деп, сөйтіп әрбір директормен жұмыс істеді. Сол кезде бір деталь алу үшін мынандай, бір қабақша, білесіз ғой, инфляция болып, ақшам Россияға апару керек те бір подшипник алып келу керек. А мен союз жасадым да, сөйтіп орталық аштық. Сөйді Суворов деген электромонтаж деген заводтың директорын президент қылып қойды. Орыс жігітті айттым, сен. Сөйтіп біз бәрін басын қосып. Себебі ол кезде баяғы советтен қалған әр завод, мен өндіріс істегенде түсінеді мен не айтып тұрғанымды. Әр заводтың қоймасында, складында миллиондаған запчастар жатады. Білмейді өздері де оны. Ешкім себебі араласпайды. А біз соның бәрін инвентарь жасаттым мен. Бір ауыз сөз. Мен қаланың әкімімін, әшейін, бары жоқ әшейін, кішкене қала. Бір қаланың. Бүкіл директорлердің бәріне. Бәрі аяғының ұшынан тұрып жұмыс істедім. Мен сізге айтайын. Сенбесеңіз, давайте Шымкентке барайық. Менімен қызмет істеген тірі солардың бәрі да. Содан барып сұраңыздар. Мен ол бір мақтан үшін айтып отырғаным жоқ, мен болған істі айтып отырмын. Сөйтіп, жаңағы сол союз промышленника соны қойын. Сөйерге бәрін жазып соны қойын, біз бөлім ашып қойдым мен. Сөйтіп бәрі уже компьютер келіп жатқан кез жаңа информацияның бәрі келеді, жаңағы информация. Сөйтіп, сол бойынша, мысалы үшін, біз сөйерде автобус шығара бастағанбыз, бір кішірек қана механический заводта. Автобус болғанда жылына 3 автобус зорға шығарады. Соның ана жағын Россияда, Россияда жоқ. Біз соны айланып келсек, оказывается, Семейдегі анау БТР шығаратын заводтан, ана карданный вал, сол сияқты көбіне алуға болады екен. Ана жерден электрический оборот несін алуға болады екен. Сөйтіп, біз сөйтіп жинап, сөйтіп шығара бастадық. Өзімізді өзіміз, білдіңіз ба? Қамтып. Ол кезде ақша жоқ, бәрі бартермен. Олар. Сөйтіп, әр қайсысы қандай жұмыс істеді. Бір завод тоқтатқанымыз жоқ сонда. Мен өзім сол үшін жауап беремін, осы айтқан сөзіме. Телевизор қалып көріп отыр ғой, мен Шымкентіңде қалып көріп отыр. Бір завод тоқтатпай. Бірақ мен сол үшін, наверное, маған жұмыс істеткен жоқ. Бір жыл онаға істедім, содан кейін артымыздан бір тепті кеттік. Сонда мен, оказывается, саясатқа, сол кездегі президенттің саясатына қарсы шығып, олардың ойы бәрін қиратып құрту керек та. Біз жаңа Қазақстанда, жаңағы біз тәуелсіз ел болғаннан кейін бәрін басқаша. Әйтпесем, жекеменшікке беру. Неге біз, мысалы үшін, Өзбекстан құсап консервацияға қойып қоймадық, үлкен мысалы. Мысалы үшін, айтуға жылағың келеді. Мен көзімше жылады сол анау армян бар еді, Давидян деген, біздің завод пресс-автоматов деген. Қанша 2-3 этажды жаңағы станоктар болады. 24 гектар жердегі завод пресс-автоматов. Шымкентте. Самый современный. Танк шығара береді. Қандай современный. Соның бір жуликке берді да, ол өзі қазір өліп қалды. Соның бәрі жерді сатты, жаңағы станоктар білесіз ғой, әр станоктың пәленбай тонна металл, бәрін сатты, әкімдермен бөлісті, кетті. Сонда оны станоктың бағасымен емес, металлон бағасымен металлон бағасымен кетті ғой. Сұмдық қой. Конечно, сұмдық болғанда. А қазір жоқ қой. А қазір бізде өндіріс бар ма? Жоқ. Бұл жердегі анау АЗТМ. Қайда ол? Қандай завод еді АЗТМ? А соған кім кінәлі? Жауап беру керек қой. Кімнен сұрап жатыр? Халық, міне біздің бейшара отырғанымыздың бәрі содан. Бәрі қолымызда бар. Бізден бай ел жоқ әлемде. А біз халық бейшара. А неге? Аға, мен сізге айтайын. Сол бірақ сөзге жауап беру керек қой. Сол биліктің бәрі жауап беру керек, отырғандардың бәрі. Неге біз осылай бейшара болып жүр, халықтың бәрі көшеде жаңағы базардан шықпай? Менің ойымша, мына билікте отырған министр болсын, депутаттар болсын, олар бәрі қазір мына шетелден сіз айтқанда Сарлапаев болсын, басқасы болсын келгендер, олар бәрі либерал.
олар бәрі либеральный экономика деп содан басқа түк білмейді. Нарық экономиканы ғана жылытып жатыр. Әрине нарық экономика керек, бірақ олар ана кезіндегі Лениннің жұмыстарын дұрыс оқымаған и білмейді де. Менің ойымша қазір мына Қытайда істеп отырған экономика ол нақты ленинизм. Сол үшін мен өзім қанша жыл айтып жүрмін, Қазақстанды құтқаратын ол қазақ социализм. Дұрыс Ол айтасыз. социализм деген не? Бір жағынан біз қазақ ретінде ұйымшыл бір-біріне көмектесеміз, нетеміз. Біз коллегиально бір шешім қабылдаймыз. Өзімізде құрылтайымыз болған. Сот, әкім бәрі сайлану керек. Сіз айтқандай сайлау жүйесі дұрыс істеу керек. Ал экономика кезінде біз нарық экономикаға қарсы емеспіз. Нарық экономика болу керек. Конечно, әлбетте. Бірақ халық жердің иесі болғаннан кейін оны басқалай бәрін ету керек. Ал шетелден инвестор деді ғой, оларды шошытуға болмайды деп. Қытай болсын, Ресей болсын, Америка құрама штат болсын, оларға да түсіндіру керек. Өйткені 2 жыл болды мына конституцияға өзгерістер кірді. Конституция бойынша бүкіл байлықтың иесі халық, демек мына контрактты өзгертуге заңды түрде құқымыз бар. Неге өзгертпейміз? Неге? Кім? Осыған сіз өзіңіз сұрақ қойып отырсыз, жауап беріңізші. Кім соны бермей жатыр? Кім кінәлі? Өйткені олар әлі де мына шетелдің, мына қалай айтсам екен, шетелдің мемлекеттердің қорқады олар одан. Тоқтаңыз. Бәрі олай емес. Бізге инвестор болып келгеннің абсолютно көпшілігі бәрі лже инвесторлар. Лже инвесторлар. Сондықтан қайтадан солардың қалтасына түсіп жатыр. Өзіміздегі осы отырған баяғы 160 ұрланған ақша. Гонконг, Эмиратқа кетеді. Сосын қайтып келеді инвестор ретінде. Бір фирманы біреу тауып алады да, соның атыменен атын әртүрлі өзгертіп, бізде құмарымыз ғой жаңағы шетелдің жаңағы аттарын атауға жаңағы бәріміз. Солардың терминдерін тауып алып, біздер ондайды білмейміз. Біз қазақша өзіккен таза жаңағы телефондап сөйлейтін адамдармыз ғой. Мінекей, біз осыны қай уақытта ретке келтіреміз, бәрін жасауға болады. Вот сіз құрылтай дейсіз, вот мен құрылтайға мен вообще қарным ашады. Құрылтай деген мемлекеттің бір-екі-ақ мәселені қарау керек, жылына бір жиналғанда да үлкен мәселе. Мысалы үшін сол референдум емес, құрылтайда соны қарап, сөйтіп сол өрге әбден халықтың орды, ол теріс сөйлеме, бұрыс сөйлеме, бірақ халықтың әбден ортасынан шыққан кәдімгі елдің сыйлы азаматтары, тәжірибесі бар, өмірдің мектебінен өткен, ол үшін ең халыққа қызмет істеу. Сондай адамдар сол анау барған кезде өз ойларын, пікірін президенттің алдында ашып айтып, ол енді ол жамандау емес берді, оны ешқандай менің ешқандай немі жоқ. Кім бастырғанымен, білдіңіз ба? Бірақ қай уақытта демократия болады, сонда дұрыс болады. Мен сізге бір қызық айтайын осы жерде. Мен Ливанда болдым. Иә. Баяғы мынау біріккен ислам елдерінің біріккен ұйымы бар ғой. Мен соған мүше болдым 7 жыл бойы сонда. Ливанда 3 ұлт тұрады негізгі. Ол араб сунниттер, араб шииттер, араб христиандар. Білдіңіз ба? Ол жерде жаңа христианның несі барлық кезде ол президент болу керек. Жаңағы ненің сунниттердікі өкіметті басқарады, парламентті шииттер басқарады. Мен солармен сөйлестім, қатыстым, солардың несімен бәрімен әңгімелестік те. Үшеу. Бірақ билікті олар теңдей бір-бірінсіз ештеме шеше алмайды. Білдіңіз ба? Сода мен самолетте келеді ойлаймын. Біз қазақ өмір бойы осы 300-де біз ауырамыз ғой, сода сол ауырды жабу үшін де солай істеу керек деп ойлаймын да. Паритет сақтады ғой, мысалы Назарбаев кезінде. Мысалы өкіметті орта жүз басқарады, парламентті кіші жүз басқарады. Бізде бастағанда бәрібір Назарбаев басқарды ғой, бәрі айланып келгенде оның бәрі. Егер басқаратын болса, үшеуі бір-біріне байланысты болу керек. Оның бәрі заңменен бәрі келтіруге болады ғой, білдіңіз ба? Сөйтіп, егер солай болса, ешкімнің халықтың басы ауырмайды. Кім президент, кім правитель, кім себебі оның қажеті жоқ, халықтың қарны тоқ болу керек. Олар дұрыс жұмыс істесе, соларды қараңыз. Сол түгізәдел ғой Ливан деген. Соларды мысалы үшін депутат, бір рет депутатқан болған адам демалысқа шықса, сол кезде депутаттық айлығын 60% алады. 2 рет депутат болса 100% соған айлық төлейді. А бізге қанша сұраңызшы, мен пенсиям қанша? 4 рет болды. Пенсияңыз қанша? Тағы да шашып кетеді демеңіз қазір. Пенсияны көрсеңіз. Мен айтпай-ақ қояйын ол енді. Вот солай.
Аға, онда мен сізге сөзіңізді бөлейін. Сіз осындай тақырыпты айттыңыз, мен негізі ойламадым ол туралы, бірақ сізге сұрайын. Сіз өзіңіз оңтүстіктің адамысыз. Иә. Ұлы жүздің адамысыз. Иә. Жаныс. Иә. Сонда келесі президент тағы да ұлы жүздің адамы болу керек пе? Жоқ. Әлде кіші жүз немесе орта жүздің адам бола ма деп. Мен сізге тағы да айтамын. Өйткені бір пікірлер бар, тек ұлы жүздің адамдары ғана Тыңдаңыз. Қазақтан басқарады. Тыңдаңыз, онда былай болсын. Үш власть бірдей. Жаңа мен не үшін айттым? Мысалы үшін, пусть во все времена пусть президент бола берсін ұлы жүзден. Ода тұрған ештеме жоқ. Зато парламентті халық сайлайды, бірақ соның ішінен именно жаңағы орта жүздің азаматы парламент пен президент еш уақытта өздігінен бір нәрсе не сияқты ғой, жаңағы көріп отырсыз ғой. А өкіметтің несі кіші жүз болсын. Ода тұрған ештеме жоқ, олардың правасы бірдей. Болмаса бір 5 жылдан кейін айлана берсін, былай түсіп, біріне бір былай түсіп. Ода тұрған ештеме жоқ. Сонда біз ұмытамыз. Мен сол кезде келіп, ана Мұсабек Әлімбеков бар ғой, жоғарғы соттың ініміз ғой, ол жас қой. Мен сонымен ақылдастым. Мен айтамын да, Мұсабек, осындай болса қалай болады деп. В общем, единственное, ол қолдады мені. Дұрыс осындай. Себебі біз мынау неден кетуіміз керек, мынандай. Сен анау ауыл, мынау ауыл деген. Үш власть бірдей болғаннан кейін, да, олар бір-бірімен келісіп. Барлық жерде де сол сияқты болады да, бәрі өз несіне. Ұмыту керек просто да. Ол әлбетте әркім өзін тегін білу керек, ұлтын білу керек. Біз енді солай қалыптасқан халықпыз ғой, солай емес па? Бірақ халық үшін еңбек етем деген адамның басынан алып тастау керек, мынаны жаңағы миын ашып, жаңағы сол жерін кесіп тастау керек та, жаңағы мен. Сонда қараңыз, екі бағыт болып тұр ғой. Иә. Бір бағыт, біз трайбализмді жою керекпіз. Жоюымыз керек. Қазақ ретінде бір ұлт болып қалыптасу керек. Өте дұрыс. Ол бір бағыт. Иә. Екінші бағыт, ол біздің реалий, Қазақстанда 300 бар, ол реальность, біз одан қаша алмаймыз. Дұрыс. Демек, біз оны ескере отырып, сіздің айтқандай, ұлы жүзден президент, орта жүзден мәжіліс, кіші жүзден премьер-министр деп ауыстырып. Сонда ол екі бағыт бір-біріне қарсы емес пе? Ешқандай қарсы, қалай қарсы болады? Саясат бір оқу. Өйткені қазақ халқы бір ұлттық нация деп қашан қалыптасамыз? Конституция арқылы да, конституцияға керек болса бап кіргізіп, соның бәрін реттеп, теңдеп қою керек. Біз шешеміз ғой, халықтікі ғой. Біз қазақ еліне ешкім еге болмау керек қой, солай емес па? Егер біз мынаны дұрыс деп тапсақ, конституцияға кіргізуіміз керек оны. А біздің конституцияға білесіз ғой, одан қаншама не болса соны кіргізеді. Тек қана биліктің жаңа қалтасын толтыру үшін өзгерістер жасалынды осында. Әйтпесе неге Американың 300 жылдық несінде жоқ, көп болса бір 4-5 ақ не бар болған шығар бүкіл историясында. А біздерде жеке адамның басын істеледі. Соның бәрі тоқтату керек. Қай уақытта жеке адамға табынуды тоқтатамыз, бәрі қалпына келеді. А пока жеке адамның басына. Енді өтірік емес. Кімге табынамыз? Ешкімге табынбаймыз. Назарбаев заманы кетті. Тоқаевқа ешкім табынып отырған жоқ. Причем ол сіз бірдеме шешесіз ба? Жоқ, жалпы қоғамда қараңыз. Егер бұрын мысалы Назарбаев кезінде бар ғой, бәрі Нұр Отан, анау бәрі Нұр магаз, бәрі анау ауылдағы бір кішкентай дүкенге дейін бәрі Нұр болған ғой. Қазір олай емес. Мен сізге айтып отырмын ғой. Солай ғой енді, не қыласыз? Мен енді қайта президентке қарсы қоя бересің. Мен одан басым ауырып отырған жоқ, мен ойымды айтып отырмын, пікірімді. Мынау оны конституция арқылы бәрін заңдастырып береді деуге болады. Бізде юристтер бар, ақыл жететін азаматтар көп қой. Соның бәрін реттеп қойып. Менде бір ой бар, мен басымды ауыртатын. Біз қай уақытта ел болып, бір ұлт болып қалыптасып, бір адамда осы халық үшін, еліміз үшін, болашақ ұрпақ үшін өмір сүреміз. Қай уақытта тоқтайды осының бәрі, мынау ұрылар қай уақытта тоқтайды, қай уақытта тыйым болады соған. Мен соны білгім келеді. Мына ұрылар қай уақытта тоқтайды? Бұл ұрылғаның үстінде ұрылып жатыр. Ұрлағаның үстіне ұрылып жатыр. Әлі кеткен дүниенің бәрі халықтың қалтасынан сорып жатырмыз. Бейшара халық. Енді өзіңіз қараңызшы, әне күні анау қыз бір анау фондтан 1,5 миллиард ұрлаған сұлшы. Қандай ату керек қой? Иә, баяғыда 100 мың рубль ұстағанда стенаны қойып ататын. Совет үкіметі кезінде сондай заң болғанда. Қазір уже миллиард ұрлады ма? Менің ойынша перизат ол пешка ғой. Артында тұрған біреулер бар ғой. Жоқ, естіп, айттым, өткен жолғы интервьюда айттым мен оның бар. Действительно ол, мен оны даже білемін де кім екенінде. Да. Айттыңыз енді. Жек айтып беремін мен. Прокуратура білсін. Соттайық ма? Айтпаймын, жоқ, мен сізге айтамын кейін, екеуміз қалғанда. Вот сондықтан да бөтен ой жоқ. Біздің
бәріміздің елейтіміз бірақ тері, бір терінің пішпіркегі дейді ғой. Себебі әрқайсымыздың да, міне мен осы жасқа келгендегі менің арманым, егер менің уақытым болса соны көруге де, соның бір шетін көру. Себебі мен де ұл өсіріп отырмын, қыз өсіріп отырмын, немерелерім бар. Білдіңіз ба? Солардың болашағын ойлап отырмын. Әйтпесем, өзіңіз ойлаңыз, тағы да мен қайталап айтамын. Сондай байлықпен осындай кең жерді қалып келген ата бабамыздың алдында бізді ата бабамыз кеше ме, кешпей ме? Кешірмейді. Біздің осы істеп жатқан тірліктерімізді. Соның басым көпшілік халқы бейшара болып, күнін көре алмай, бәрі кабалаға неге түскен кредит арқылы. Бәрін байлап отыр ғой, күн көре алмайды. Сонда қарыздан қарыз. Соның өзі бізді мынау жоқшылық адамды адамгерліктен шығарып жүреді. Мен сізге айтайын. Житейский, сіз солай ойлайсыз ба, ойламайсыз ба? Дұрыс, сөзіңізді толық қолдап отырмын. Соңғы сұрағым бар. Бір жағынан ауыр сұрақ. Неге білімді, ақылды, отанын сүйетін, халыққа қызмет етуге дайын адамдар билікке керек емес? Неге олар жібермейді? Сіз өзіңіз кезінде жұмыс істесеңіз, сізді қайда-қайда әкімден алып тастайды. Тіпті комиссия құрып сізді алып тастайды. Өйткені нақты жұмыс істедіңіз. Түсініпсіз бе? Қазір айтып тұрсыз, сол кезде Назарбаевтың саясатына мен қарсы шығыппын, заводтарды сақтайын деп. Енді ғана түсіріп тұрмын деп айтып тұрсыз. Сонда билікке нағыз патриоттар неге керек емес? Бұл сұрақ маған емес. Соларға. Білдіңіз бе? Өмір көрген адамсыз ғой. Дұрыс қой. Енді міне, қазір мына билік кетеді, ертең артынан көресің, не айтылмайды. Бірақ одан бас ауырып жатқан ешкім жоқ қой. Себебі бәрі өзіне керек дүниені алады да, кетем дегені Москваға кетеді, Емиратқа кетеді, басқа кетеді, бәрі сол. Мен бір нәрседен қорқам. Бір нәрседен мен сізге айтайын да, осы сөздің итоғы, осы ненің соңы болсын. Егер ертең халыққа бір ауыр жағдай болса, билікте отырғандардың біреуін таба алмайсыз. Бәрі упакованы, самолеттері дайын. Қаңтарда көріндіңіз ғой. Бірі Емиратқа кетеді, олар қазақпын деп, ұлтым, осы жерде өмір сүрейін, осы жерде қазақ болып дамайын деп жүргендер жоқ қазір. Себебі ақша 30 жылдың ішінде дүние сондай ұғымға кіргізіп жіберді адамды. Білдіңіз ба? Енді қалай ойласа олай ойласа, маған не деп айтса, мен ешкім убедить ете алмайды бұдан. Міне тура соған келдік. Ешкім бытырайды, сонда халық өзімен өзі қала ма? Мысалы біз жаушапты дей қояйық. Кім басқарып отырады? Зеленский ұқсап. Біз Зеленскийді артист дейміз. Зато ол артист, көрдіңіз ба? Еврей. Рухы бар. Рухы бар. Қандай елін жақсы көреді сол жаңағы Украинаны. Қандай жақсы көреді, көрдіңіз ба? Қазір просто бас сүйіп, оның қолын сүйу керек. Тек украин тілде сөйлейді. Украин тілде сөйлейді. Көрдіңіз ба? Мінекей, әйтпесем еврей ғой, ал ағылшынша сөйлейді, орысша сөйлеймін десе де, бәрі біледі ғой, білесіз ғой оның бәрі де. Бірақ қай интервьюдің бәрі украин тілінде береді. Міне сондай Зеленский керек бізге. Білдіңіз ба? Мен бағана бері айтып отырғанның қорытындысы сол. Қай уақытта бір Зеленский өзімізде, көп бізде. Олар шықса, олардың басын етерек, басын шауып самай ма? Шауып тастайды ғой, қазір жүр ғой, сыртта да жүр, талай Зеленскийлер. Жүр ғой. Мен мысалы үшін, мен өзім осы уақытқа дейінгі көрген апатия деп қанша азаматтар дүние салып кетті да. Мысалы үшін Серікболсын Әбділдин деген қандай азаматтар еді. Айналасындағы біздің Шерхан ағамыз. Сондай азаматтардың көбісі дүние салып кетті. Соларда сол арманына жете алмай кетті. Солардың біреуі бір апатияда жүрген адам, біз мемлекетті бір жаманшылық алып барайық, итерейік деген бір адамды көргім жоқ мен. Жоқ ондай адам. Бәрі отан сүйгіш. Отан сүйгіш, бәрі сондықтан бас енді егер тыңдамайтын құлақ жоқ болса, сонда не істейді? Іләж жоқ, көшеге шығады, айтады, айқайлап айтады. Содан кейін оны естіпейді, соны халық жауығып апарып қамайды. Зачем қамап адам тағдырын бұзып? Қиянат, адамға қиянат жасауға болмайды. Аға қараңызшы. Адамды талап етуге болады, да, ұрысуға болады. Керек болса періп кеп жіберу керек, жақсы. Жарайды олар. Лучше айтады, сөйтіп тыңдату керек. Халықтан қорықпайды. Иә. Алладан қорықпай ма? Билік әлде Аллаға сенбей ме? Сенбейді ғой. Бәрі атеист. Атеист қой бәрі. Әйтпесем, ол ертең күні бар деген. Мен қазір бір фильм көріп жатырмын, көп сериалда, 5-6 сезон, әрқайсысы 10-12 неден. Аты қандай? Тюдоры. Қандай фильм? Тарихи фильм. Патша, анау ағылшын патшасы, мен сол кездегі католиктермен қарым қатынас.
Ондай фильмді көру керек. Сонда көресіз де тазалықты, сатқындықтың бәрі де. Вот бізде сол. Біз қазақ халқы, маған кешірер менің бауырларым да, сатқындыққа келгенде біз ең жоғарғы орында тұрамыз. Подхалимство дейді былай енді мынау. Маймөңкелеп жаңағы жағымпаз болған кезде жалтақ бірінші орындамыз. Жағымпаз. Қазір ғана саған айтады да мына жақта айланып кетеді. Мен білемін ғой, мен өзім келген кезде облысқа келгенде айтты ғой. Амалбек Қозыбақыш, сізді біз қанша өмір бойы күтіп жүрміз деп. Мен кеткенде жақсы болды ғой мына бәледен құтылғанымызға. Сондай қазақ болдық. Осы жол бізді 80 жыл илеп, одан бұрында илеп, әбден құлғып қойған. Біз әлі де. Бізді тоқтаңыз. Мына молдалардың өзі бізді құртқан молдалар. Мынау татарлар келді ғой кезінде де. Олар не деп келді? Айтты, сен Құдайдың құлысың деді бізге. Солай ма? Сол құл болып әлі келе жатырмыз. Неге Құдай бізді құл қылып жаратты, басқаларды адам қылып жаратты? Неге? Вот сол саясат баяғы Екатерина уақытысында, Петрдің уақытында болды ғой. Патшаға қарсы шықпайды. Патшаға қарсы шықпайды, сен құлсың деді ғой, сен халық. Сол әлі содан біз білесіз ғой, ерме қалыппыз. Біз жаманның бәрін құлаққа кіргізіп аламыз. Жақсыны түсінбейміз, айтқан сөзге түсінбейміз. Өткен жолда айттым, тағы да мен сомен бітіргім келеді. Халық айтады, өткен жолда интервьюде осы сөзбен бітіргем. Қазақта менің ол анамның айтатын сөз еді. Балам, ешкімге қарғама, жаман сөз айтпа. Қарғыстың ең үлкені өзің білме, білгеннің тілін алма деген деді. Вот сөйтіп айтсаң жетеді. Мен сомен бітіргім келеді. Өзі білмеген, білген тілін алмайтын адамнан ештеме шықпайды. А біз тура сондай қазаққа айланып бара жатырмыз осының ішінде. Өте өкінішті ақ. Болашағымыз бар ма? Қысқа. Әзір болашағымыз жоқ біздің. Біз енді өзің көріп отырсыз ғой, біздің қанша да? Рахмет. Жоқ, маған. Рахмет аға. Ал, құрметті көрермендер, енді оптимистік әңгіме емес, пессимистік әңгіме болып кетті. Аға рахмет сізге. Тағы да ойыңызды жасырмай, ашық шындықты айттыңыз. Әрине, сол ғой, жастар да үміттін үзіп шетелге кетіп жатыр. Басқалар да үмітін үзіп, тек өз құбасын ойлап жүр. Өйткені әділеттік жоқ, шындық жоқ деп. Бірақ мен талай рет комментарийде бәрі жазып жүреді. Мына Асқат жүргізуші не деген қуған бас дейді, мен наивный дейді, мен сіз айттыңыз ғой. Бірақ мен түсінгенім, егер үмітіміз болмаса, егер жарқын болашаққа сеніміз болмаса, онда бүкіл еңбегіміз бір көк тиын тұрмайды. Мағынасы жоқ, себебі жоқ. Не үшін күресеміз? Не үшін өмір сүреміз? Не үшін бала туамыз? Баласын қажет қандай? Егер болашақ болмаса, сонда біз балаларымызға жамандық тілейміз бе? Ондай бала болмай-ақ қойсын. Сіз түсініп тұрсыз ғой. Демек, сол үшін мен қиялы болса айта берсін, мен әлі де қазақтың жерінде жарқын болашақ болады деп сенемін аға. Қандай сіз ол үшін ауыр жағдайда шындықты айтып тұрсаңыз да, мен сенемін. Асхат, ол үшін әрбір қазақтың санасы ояу болу керек. Санасы. Бәрі санаға байланысты. Сауатсыздық бізде. Өкінішке орай, сауатсыздық адамның өзі. Жаңағы, қара шай мен қара нан ішек болды деген қазақтың қара шай мен қара нан деген сөзді ұмыту керек. Біз май жейміз, икра жеміз керек қазақ. Икра. Айландырған 10-12 миллион қазақ, қалғанда 12-13 миллион қазақ. Біздің байлықпенен әр семья деген икра жеп тұру керек. Айына 1 килограмм алып. Қызыл емес, қара икра жеу керек қазақ. Қазақ не істеп отыр? Сіз барыңыз ауылға, мен ауылға жиі барып тұрам. Енді ағайындар біреу өлім жетім болады да, міне соны көргенде просто жылағың келеді, сен жағдайын көрсіз солардың бәрі. Қандай әдемі жер. Кім болса сол жерді алып қойған, қоршап қойған, не кіре алмайды, не мал жаймайды. Қай қарап отыр сонда? Мына ауыл шаруашылық министр дейді. Ол не жеп отыр сонда бұл? Айтыңызшы. Сол ауылға барып көрмей ме? Сол ана жерде не? Сон комиссия құрсын. Әр ауданда. Опять комиссияның бәрі сол. Бізде білесіз ғой.
взятка алмай еш нәрсе істемейді ғой. Сондықтан өткен жолы бір депутат айтты ғой, вообще взяткаға неге болмайды деп. Кеше менде бір сұхбат шықты. Қарағандыда мен бір ай бұрын барып Қарағандыда сұхбат жазғам, орыс тілде. Есет Есенғараев деген социолог, әлеуметтанушы. Соны айтады да, Назарбаевтың билікке келгені ол заңды процесс дейді. Назарбаев, орысша айтқанда, плоть от плоти народа дейді. Назарбаевта бүкіл халықтың, бүкіл қазақ халықтың кемшіліктері, тойымсыздық, жалтақтану, байлықты жақсы көру, алдау, өтірік айту, оның бәрі сол Назарбаевта воплощение дейді. Дұрыс. Демек, халық Назарбаевқа ренжісе, ол өзіне ренжісін дейді. Өйткені Назарбаев нағыз қазақ, нағыз қазақтың портреті деп тұр. Бұл өте ауыр. Айтады ғой соттар. Приговор. Бүкіл халыққа приговор. Дұрыс. Мен бұл сөзге қосыламын. Бізде қазақта мақал бар ғой. Билігін таппаған халық ел жетім дейді. Өзінің билік өзіне таңдап, жаңағы кім басқаратын адам таппаған ел жетім деген сөз содан шыққан. Білдіңіз ба? Действительно біздің халық жетім қазір. Жетім халық. Қалай ойласа, олай ойласын. Может быть, енді кінәларым мен де біреулер дұрыс айтпады, анамын. Мен оның бәрін көтеремін. Білдіңіз ба? Ол менің жеке басымның ойы. Жақсы. Мен өмірден көрген тәжірибем. Ал, құрметті көрермендер, осымен тәмамдайық. Бәріңізге тек жақсылық тілеймін. Амалбек ағаның менің пікірін естідіңіз. Өз ойыңызды комментарийде жазыңыз, лайк қойыңыз, таратыңыз. Өйткені осындай әңгімелер бүкіл қазақ қоғамына, бүкіл елімізге керекті деп ойлаймын. Егер біз бір-бірімізге шындықты айтып, намысымызға тиіп, рухымызды оятпасақ, ешқандай болашақ жоқ. Амалбек аға айтқандай, ешқандай болашақ жоқ. Сол үшін балаларымыз немереміз ойласақ, солар үшін оянайық. Өзіміз үшін оянбасақ та, солар үшін оянайық. Аман болайық. Аға, сізге тек жақсылық дейді. 100 жасаңыз. Рахмет, өзіңізге де табыс тілеймін. Рахмет.